Қайырлы күн шеберхан жайымдар. Бүгін біз сіздерге тақия тоқитын боламыз. Қазір хит болып отқан тақия. Ол үшін бізге мынандай фетр қағаз керек болады мата. Оны біз сәукелен размерін сызып алдым. Мына аралығы 20 см болды. Шамасы ортасы 10 болады, екіге бөлінеміз. Одан кейін айналдырып мынаусын мен 7 см қылдық. Бұны өздеріңіз жалпақ қыласыздар, мүмкін жіңішке қыласыздар, ол өздеріңіз еркілеріңізде. Және де бізге ең негізгісі мынандай белур мата керек болады бетіне. Мен жанына оюды, дайын оюдан қарағанда өзім тамбұрына кесе тігетін машинкамен оюын кеселеп тігіп алдым. Бірінші дайын қып тігіп алдым. Бұның тігілу жолын мен видеоларымда көрсеткен болатын. Артына фрезерін жапсырып, оюды сызып алып, осы бойынша оюды түсіріп шығатын едік. Кейін ең соңғысында астарына ise осының тура осыған түсті сайғып астар мата қажет болады. Оны да тура барлығын бірдей бір размерде кесіп аламыз. Мысалы, мынан 20 см болса, 20 см қылып, айналдырып, шеңбер қылып, біреу, екеу, бізге үшеу қылып сызатын боламыз. Мынау астына кетеді, фетр қағаз, фетр мата ортасына кетеді. Біз сәукелеміз қисайып кетпеу үшін. Ал мына белур мата ise бетіне кетеді сәндікке. Және де мен мынандай ұзындығын есе 54 см қалдым. Енді кезек есе бізде осы фетр матамызды әдемілеп жіппен тігіп алатын боламыз. Міне біз қолмен тігіп аламыз осылай. Екі жағын бір-біріне айқастырып тігеміз. Біреу-бірінің үстіне шығып кетпеу керек. Бірдей қылып. Енді осыны тіккеннен кейін жағын айналдырып бұны да қолмен тігіп шығамыз. Міне біз фетр матамызды тігіп алдық. Қолмен тігіп аласыздар сіздерде. Ендігі кезек астарына тура осылай айналдырып, оны біз машинкамен тігеміз. Және де мына белур матанда бұны да машинкамен айналдырып, тура осылай тігіп шығатын боламыз. Міне біз фетр матаны тіктік. Сыртына мынанда машинкамен тігіп болғаннан кейін осыны кіргіземіз екен, бір-біріне қаптаймыз да алына береді. Қаптап болғаннан кейін шетінен бастап тағы да қолмен тігіп шығамыз, айналдырып. Біз тұрған кезде мына бүйтіп тұру керек. Қолмен тігіп шыққаннан кейін одан кейін барып астарды да тура осылай айналдырып ішіне тігіп шығамыз. Міне шеберхан жайымдар, біздің тақиямыз дайын болды. Іші де астары да әдемі тігілді. Бұған көбінесе қолдың жұмысы қажет етеді. Астарын да қолмен тігіп шықтық. Ішінде астына қаптаған кезде оны да қолмен тігіп шықтық машинканың орнына. Енді ары қарап өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндей берсеңіздер болады.